Алдарыңызда Асылмұра өнер орталығының актері Кенжебұрай деген бауырымыз мүмкіндік деген монолог оқиды. Кішкентай кезімнен тар жерлер мен тар орындарды аса ұнатпаушы едім. Тар көшеге түсе қалсам, өз-өзімнен қысылып, ерте өтіп кетуге әрекет жасайтынмын. Ауа жетпей қалатындай болып, тұшырынатын сол тар орынға бүгін еріксіз кіруге мәжбүр болып отырмын. Өйткені мынау мені ақ матаға орап, ұзын табыттың үстіне салыпты. Көзім жұмулы болса да, маңайымдағылардың дауысын анық естудемін. Байқұс жастай кетіпті-ау. Алда бітірер талай істері, көрер қызықтар көбеттен мүсір кесіп жатыр. Иә, шынында талай жұмыстарым бітпей қалды. Балама қос қабатты үй, әйеліме шетел автокөлігін, үйімнің ішін жиһазға толтырсам деген, жаңа ферма ашып, ақшаны күреп тапсам деген жоспарымның бәрі де жартылай бітпей қалды. Жоқ, мүмкін емес. Бәрі тосыннан естілген болды. Бәрі бітті, өтті кетті деген даусын мазалап қояр емес. Жоқ, мүмкін емес. Ішімнен әттеген ай, әлі дүниеден өтпегенде ғой. Тәп-тәуір ақ көлік айдап жүрушем. Қалайған афатқа ұшырадым екен? Жоқ. Енді бірте не болған ойланып жатқанымда, достарым табыттың бетін жаппақ болып ыңғайланғандығын байқадым. Енді бір сәтте табыттың саңылауынан, ішке түскен күн сәулесінен басқа, айнала шетімнің бәрі тас қараңғы қара түнекке айналды. Қатты қорықтым, соншалық не ойларымды да білмедім. Жоқ, мүмкін емес. Жоқ. Барынша айғайлағым келіп, қанша қимылдасам да, бұнымнан түк шығар емес. Табытты достарым иығына салды да, ақырын ғана мені бір жаққа бара жатқанын сезіндім. Дәл сол кезде аспаннан сіркіреп жаңбырда жауа бастады. Сірә мені үйдің жанында тиіп тұрған мешітке жаназамды шығаруға бара жатыр-ау деймін. Айтпақшы, мешіт демекші. Тіршілігімде сол үйдің жанында тиіп тұрған мешітке бірде бір рет аяқ аттап басып көрмеппін. Ойлаушым, 50 жасқа толғанда намаз оқып, ораза ұстайым деп, бірақ бәрі кеш. Бәрі бітті, өтті кетті деген дауыс масалап қояр емес. Жоқ. Жаназа намаз оқылып болғаннан соң, имам тұрып, сол жердегі жиылған адамдардан мынау менің қандай адам екенімді сұрасты. Көбісінің үндемей тұрғанын байқадым. Өйткені тіршілігімде оларға қатыгез болған едім. Япыр-ай, осы бір апатқа ұшырамағанда ғой, бәрінен кешірім сұрап, қайта татуласар едім деп ойладым. Жоқ. Жаназа намаз оқылып болғаннан соң, достарым табытты қайта көтерді де, тағы да тербелтіп мені бір жаққа бара жатты. Дәл сол сәтте аспаннан күн күркіреп найзаға ойнап жаңбыр жауып жатыр. Жаңбырдың суы табыттың саңылауынан ағып,
ақ тебінімді суға малып қатты шауратуда. Қатты шаурадым. Қатты тоңдым. Жоқ, бірақ құлағымда достарымның даусынан алар емеспін. Ал достарым болса, доллардың курсының жоғарлап төмендегенін айтып, қызыл кеңірдек болып жатса, енді бірлері кеше көрген киносының қызығын айтып тамашалап бара жатты. Табыттың алдын көтеріп келе жатқан екі досымның бірі, екіншісінің құлағына ақырын ғана: "Қара шер хабар бермесін, байғұстың дәл бүгін өлгенін қарашы. Қазылған қабіріне жетпей-ақ суға малынды қой" десті. Жоқ, мүмкін емес. Шалыс естіген боларым деп өз өзімді жұбаттым. Шалыс естіген боларым. Әйтпесем сол достарымның той домалағында менен көп жүгірген кім бар? Моланың басына да шеттік-ау деймін. Табытты ақырын ғана жерге қойды да, мынау менің төкке тұрғысыз денемді ақырын ғана көтеріп, іші суға малынған қабірге қойысты. Айнала шетіме ұзыннан ұзынға қарап: "Япырау, қабір деген осы екен ғой. Неге осы кезге дейін бірде-бір рет қабір туралы ойланбағам? Неге? Ей Алла, маған тағы да бір мүмкіндік берші. Тәубеме келіп, бала-шағама иман жолын үйретіп, адал болып жүрейін деп, Алладан қанша жалбарынсам да, бұнымнан түк шығар емес. Қатты қорқудамын. Ал достарым болса, мені ерте жерлеп кетуге асығыс секілді. Әрі қайсының күрекпен тастаған топырағы гүрс-гүрс етіп күннің күркіріндей сәре құтымды шыруда. Жоқ, мүмкін емес. Соңғы мәрте бар күшімді шидым да, соңғы мәрте тыпырлап барып, ышқына оянып кеттім. Қарасам түсім екен. Өз үйім, өз төсегім. Аман есен ештеңке болмай-ақ жатыр екем. Шынында далада күн күркіреп, найзағай ойнап тұр. Жанымда көрші үйдің дәрігері: "Бәрі бітті, өтті кетті, енді жазыласың" деп жанымда отыр. Қатты қуанғанымнан орнымнан тұрдым да, өз өзімнің тірі екеніме көзімді әбден жеткізгеннен соң: "Я Алла, менің тәубеме келуім үшін тағы да бір мүмкіндік бергеніңе сан шүкір" деп, содан бері намаз оқып, ораза ұстап, зекет беріп, мүмкіндігімді жіберген емеспін ағайындар. Мінекей, баршаңыздың да дәл осындай мүмкіндіктеріңіз бар. Сол мүмкіндікті құр жіберіп, ертең күні зар жылап жүрмейік. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.